Туғандар, ассаламу алейкум. Құтманды күніңіздер менен. Қайрадан біз сіздерге атақты қошқорлардың балдарынан сатыққа шығып отқанын көрсетіп береміз. Шurada біз Жайыл районындағы Чүй облысы. Арал айылындамыз. Бұл Ақбашат айылына жақынғы жер. Bir екі тіш қошқор, екі жаш қоз қошқорды көрсетіп береміз. Бірінші жаш қоз қошқорлардан баштаймыз. Азыр біз Аралда тұрамыз. Белгілі бір қорауда. Бірінші мынау қоздан баштайлы. Бұл бағы Қуаныш Мықтыбаев күз айында сатып алған Титан деген қошқор бар ғой, 25 мың долларға кеткен. Ошоның баласы екен, бұл Нұр чарбасынан шыққан қоз қошқор екен. Сүттен бөлінгеннен кейін мұрын алып келген екен ушу қоз қошқорды. Қазір сатыққа қойып атыптыр. Арқынның сосы легенданың баласы екен. Мұның атасы қорауда тұрады. Биыл 100 қойды қачырыптыр. Атасын қораудан келіп көріп алып кетсеңіздер болады. Ошол жерде тұра өзін. Азыр параметрлерін мен сіздерге бір четтен айтып берем. Мына легенданың баласы ең мықты құйрық екен. Мына құйрығы разрезі четкий, зеркальный, тартылып тұрған құйрық. Мұның құйрығы болса разрез жоқ болса дағы зеркальный, тартылып тұрады. И открытый, ашық құйрық екен туғандар. Қайсысы қанша айлықтар? Берке, легенданың баласы қанша айлық? 3 ай oldu. 3 ай бе? Жаш қозу. Жаш қозу. Күзгі бұл. Август. Мынау күзгі қозы жүн екен, білініп тұрады. Жаңы сүре баштап тұр қозы жүндеріне. Мұның гарбаносы өте күшті екен. Азыр баковой көрсетіп қоямыз. Мынау гарбаносын көрдіңіздер. И белдер еме өте uzun, чоң қошқор болады екен, білдім сізден. Енесі чоң балам? Енесі чоң. Так. Аллаға 7 ай oldu Беркеге. Титанның баласына ау? Вот мына гарбаностары. Баковой көрінді. Қоз екен білім тұрады да. Так, Титанның баласы. Берке светло рыжий қозы. Құлағы ұзын екен. Қанша шығады құлағы? Құлағы Uzun екен да құлағы. 21. Sen öydürük ko. 21 pil olsa? 21. Çeneylik mi? Çeneyleksiz be. Titanның баласы екен да бұл баяғы атақты. Титан. Титан Волчоктың баласы, ә? Бұл ошонда Волчоктың небересі болады екен туғандар. Қоз қошқор сатып қалам десеңіздер, мына көріңіздер. Мына екі тіш қошқордан айтамыз, бұл Ушастиктің баласы. Небересі бұл, ә? Небересі. Ушастиктің линиясы бұл. То есть мына қоз қошқорларды көріп атасыздар бы? Параметрлерін бір четтен өзіңіздер көрдіңіздер. Мына легенданың баласы алды арты жоон, құйрығы да чоң, бойы ұзын қоз болады екен. Моғы чистота өте күшті екен моғы да. Титанның баласы. Бұға келейлі. Баларын айтып қойасыз жанам ба? Арқы, легенданыңқы 60. Арқы жаны 3 айлық, 60 мың. Беркенсі 80. Титанның баласы 80 мың сом екен. Так, линия қойым дегендерге мынау ұшыл. Мынауғы чисто өзінің производствосы, ә? Қойда сіздікі, қошқорда сіздікі. Атасы бұл жақта тұрады. 100 қойды шығарып, азыр қорауға кірді. Титан Нұр чарбасынан шыққан қошқор. Бұлдағы Нұр чарбасынан шыққан екен. Қарабалтадағы тақсырлардығы. Bir четтен көрдіңіздер. 60 мың, 80 мың. Емі туғандар мұнау екі тішті бошатып, азы біздерге көрсетіп береміз. Бошатыстар? Шығандай қылас. Ушастик не өрес? Бұл кімнің қорасына шыққан? Қанттан келген. Нұрдин Байкеден. Қанттан Нұрдин Байкеден келген. Баяғы объездной жақта, ә? Мынау қошқор екен. Так, құлақтарын шеттен көріп алайық бір жол. 20 екен, ә? 20 бар ек. Бұл ерте туылған ма екен, екі тіште кеш туылған ма? 4-інші тіштер әлі жашырақ екен, ә? Бұл екі тіш екен, 1,5 жашта бұл. 1,5 жаш. Ушастиктің не өреді? Атасы қайсы oldu екен бұл? Қанттан алғамыз, Нұрдин Байкеден. Нұрдин Байкеден алған екен. Биримдік белі айылы? Шынды олчы, ә? Объездной жақта. Şu birimdik деген айылда Нұрдин Байке бір өлі. Разрезтерін көріп қойылшы. Ондай разрезі менен Ушастиктің небересі линиясы менен. Қойып жіберіңізші. Бұл параметрлерін өлчеген емессіз, ә? Boy soylarını.
Yok. Выпускайте красный, здесь. Provnik mi? Provnik emas bu. 20 koygo. 20 koyga koyuluptur. 20 koygo koyulgan. Bunun başları ak, молочный, kuyruktары da sonun eкен. Чистота ушуда бар екен. Жүндөрү щетка. Мындай. Секире берет экен да бул, койду азыраак көрүп коюптур да. Бирок болот пробнике. Баш карбоноз, жаактар узун. Им кулак, баш, колтуктары молочный өңкөн да. Куйрук жактары. Мурун светлары жеп алчу, щетка. Şot oldu sen yana dün. Булар ошондо кой кууп келген бе? 20 koyulgan. Koyulgan 20 koygo. 20 кой көрүптүр. Мунун баасы канча болот эми? 110. 110 миң сом. Линиялар менен, бүт бар линиясы менен туугандар. Жактыргандар болсо чалыңыздар, видео жыйынтайбыз, кара алта тарапта. Чалып байланышып бериңиздер экран астындагы номерлерге. Тосуп коюңуз. Баары жашты. Жаштык кылат экен да.